Бір ай бұрын тұрғындар редакциямызға осы мәселемен хабарласқан болатын. Ол кезде жергілікті тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы барлық мәселе бір аптаның ішінде шешіледі деп уәде еткен. Алайда балаяғы жартас бір жартас. Тұрғындардың бұл қиындығы шешілер емес. Вот здесь идет труба. Міне, мына жерде су құбыры жүргізілген. Оның сырты тек жай темірмен қапталған. Тіпті арнайы маман демей-ақ. Қарапайым адамның өзі бұл құбырлардың 40 градус аязда қатып қалатынына сенімді. Сыртындағы темір су құбырын жылытпайды. Біз әр мекеме өз ісіне жауапкершілікпен қараса дейміз. Су құбырлары уақытында қапталмаған. Онымен қоймас ескі шіріп тұр. Тіпті бояуға да шамалары келмеді. Тұрғындар бұл мәселеге қатысты тамыз айында қала билігінің көмегіне жүгінген. Бүгінде қыстың алғашқы айы есіктен кіріп, сақылдаған сараяз басталар тұста әлеуметтік қала халқы ауызсыз қаламыз ба деп алаңдаулы. Холодная вода сейчас есть, но если хорошие морозы, ее переморозить обязательно. Суық су қазір бар, бірақ қатты аяз түскенде қатып қалары сөзсіз. Себебі ауыз су құбыры қыс мезгіліне дайын емес. Жақын арада тек сыртын темірмен қаптап қойды. Оның өзінде тексіздер араласқаннан кейін істелді. Ашынған халық облыс әкімдігіне де хат жазыпты. Облыс әкімшілігі тұрғындарға барлығы 20 қарашаға дейін шешіледі деп уәде еткен. Одновременно мы еще пишем письма Акиму Карагандинской области. Біз облыс әкімшілігіне де хат жаздық. Шынымды айтсам, бір облысты басқаратын әкімге өз мәселемізбен қайта-қайта шығудың өзі ұят. Алайда бізде адамбыз. Қыс болса мынау, сусыз тіршілік жоқ екені баршаға мәлім ғой. Олар бар мәселе 20 қарашаға дейін бітеді деген. Өздеріңіз көріп тұрғандай 9 күн өтті. Ауыз су құбыры сол күйі қапталмады. Қазіргі таңда ауыз су құбырына Акватрейдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Олар әлеуметтік қала тұрғындарының бұлай мазасыздануына еш себеп жоқ дейді. Барлық жұмыс бақылауда екенін, еш алаңдамаларын сұрады. Солевой көшесіндегі труба бұрын біздің трассасының жанында жатқан жоқ. Қазір біз ол трубаның ішіне салдық. Ол жерде екі трубада ыстық сумен келеді. Ол труба қатпайды. Изоляцияны ол жерде өздері жасайды. Біздің труба қатпайды. Тұрғындарға айтуларыңызға болады. Ешқандай ол жерде біз контроль жасап отырмыз. Ешқандай су қатып уайымдамасын. Шаһарымызда коммуналдық төлемдердің бағасы күн санап артып келеді. Алайда атқарылған жұмыс төленген қаржыға сай емес. Көп қабатты тұрғын үйлердің көбінде жылу төмен температурада берілуде. Жылу құбырларының көбісі жылыту маусымына дайын болмай шықты. Проблема нужно вот это все заделать, чтобы все было тепло. Мәселе мынада. Мына құбырлардың барлығы жылыту маусымына дайын емес. Талапқа сай етіліп қапталмаған. Қазір күн суытты. Жылу дұрыс берілмеген соң үйде суық. Қаланың басым бөлігін жылумен қамтамасыз етіп отырған оқ жетпесті серіктестігінің басшылығы жылу талапқа сай беріліп отырғанын, ал әлі қапталмаған құбырлар туралы хабардар екенін жеткізді. Біз бұл мәселеден хабардармыз. Қалай материал келеді, бірден қаптайтын боламыз. Қыркүйек айында қала әкімінің орынбасары Владислав Цай Теміртау қаласының жылыту маусымына толық дайын екенін хабардар еткен болатын. Алайда қар түсіп күн суытқалы қаланың жылыту маусымына толық дайын болмағаны анықталуда.